Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын үй жағдайында жасалатын палаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Және мына очучук салаты да менің каналымда бар. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен қазанға майды құйып, жақсылап қыздырамыз қатты етіп. Содан соң қызған майға пиязымызды салып, қызарғанша, яғни алтын түсті болғанша қуыратын боламыз. Мінекей пиязымыз осылай қызарып қуырыла бастады. Енді үстіне осылай туралған етімізді саламыз. Оны да барынша қызартып қуырамыз. Оттың асты қатты да тұру керек. Мен бұл жерде сиыр етін қолдандым. Етіміз қуырылып жатқанда күрішті жақсылап жуып тазартып аламыз. Мен бұл жерде шай ішетін кесемен 3,5 кеседей күрішті салдым. 5-6 мәрте қайталап жуып аламыз. Күрішті салқын суға жуыңыздар. Күріштің түбіне осылай толтырмай азғантай су қалдырып қойдым. Мінекей достар, біздің етіміз жақсылап қызарғанша қуырылды, яғни пиязбен бірге. Енді тұз және бұрышын дәміне қарай көре отырып салып, үстіне 1 кесе су құйып, 15 минутқа бетін жауып, оттың астын азайтып қалдырамыз. Он 15 минуттан кейін туралған сәбізімізді саламыз. Жақсылап етімізбен бірге араластырып, тағы да бетін 10 минутқа жауып бұқтырып қоямыз. Мінекей біздің сәбізіміз қуырылды. Енді осындай шай ішетін кеседен сәл үлкенірек, яғни сорпа ішетін кесемен 3 кесе су құямыз. Қайнап тұрған су құйыңыздар. Мінекей біздің суымыз қайнады. Енді күрішін салатын боламыз. Күрішін салғаннан кейін, мінекей суымыз кішкене аз сияқты болып тұр. Енді біз тағы да үстіне су құямыз, яғни суымыз күріштен 1 мм-дей асып тұру керек. Және тұзын көруді ұмытпаңыздар. Оттың астын орташаға қоямыз. Суы тартыла бастаған кезде осылай қасықпен арасын ашып қойыңыздар. Сонда күріштің арасы жақсы пісетін болады. Қақпағын жауып 20 минутқа қалдырамыз. Яғни әр күріштің пісуі күріштің сапасына қарай, менікі 20 минутта дайын болды. Мінекей достар, күрішіміз пісті, ешқандай езілмеген, бір-біріне жабыспаған, осылай шашырап пісті. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Назарларыңызға рахмет.